беріңізші, сіз қайсы курстауды қандай көңілдерге болдыңыз? Менде өзім медицина талаптар болғандықтан бұл мен басқаша айтқанда кішкентай кезімнен штамм болса болды. Мен деген қалып айтпасам мен үйде отец деген оны уродок көрмес үшін прям очередьте тұрчу. Массаж жасап жүрсің, болсын. В дальнейшем у меня уже может идет программа была. Я массажистка, деген программа у меня установилась. Мектепті бүтелек кезде намыша массажға қызыққан себебіммен үйде ата-енелер емешкелер сен массажист бола аласың, сен сначала медицинский обучение ал, 7 жасқа, чтобы кейін медсестраның оқысын біткеннен кейін массажист болсам, жұмысқа барсам, уже есть диплом, у тебя есть статус, медицинская сестра деген статус болады деп. Дальше мен жашоом өзім медицина, сіз жашоом медицина. Şu курсты аяқтадыңыз, эми қайсы жаққа барып иштейсіз? Рекламадан, рекламдамын, массаждамын. Азыр мне поработать жоқ, кабинет ашқанға массаж. Надон барып тұрсам, Демек, бұл жақтан алған шол көңілдеріңізді уже толыққанды массажист қатары іштеп қолдануға сіздер мүмкіншілік пайда болды. Мүмкіншілік пайда болды, бірақ по каким направлениям маған деген жолды көрсетіп тұрған в дальнейшем стрелка керек болды, анткени тұрмышқа байланышты мен деген медициналық иштеген емеспін. У меня так теоретические науки болған, практически у меня категорически жоқ десем болады. Жаңдан арыдағы ізденіп, сіз ушул бағытта арқалап іштеп кетейін деген ойыңыз бар. Маған просто направлениеға біраз поддержка керек. Саным чоң рахмат, сізге ішіңізге игілік.